Айдын бауырым, бүгін сіздің шығармашылығыңызбен группамыздың түгел таныстырдым деп ойлаймын. Сізге өзіңіздің мына жеке парақшаңызға тағы да өз тілегімді айтқым келіп тұр. Сіздей адам әлі болашағынан үміт күттірер біздің Қазақстанның белгілі әншісі және болашақта бүкіл Қазақстанға жақсы әндерімен жүрегімізге жылы леп келтірер, жүрекке жетер әндерімен бізді қуантады деп ойлаймыз. Сізге зор бақыт, от басында және өмірде денсаулығыңыз жақсы болып, бақытты болыңыз. Барлық жақсылықтар тілеймін. Ата-анаңыздың үмітін және біздің үмітімізді ақтап, біздің мақтанышымызға айналуыңызға тілектеспін. Мен жаңа тағы да әндерді жүктеген кезде сізбенен өзіңіздің жергілікті жердің сұхбатында сіздің ой пікірлеріңізді тыңдадым. Енді оны ән болмағандықтан группаға жіберген жоқпын. Ой пікіріңіз, саналы өмірге деген көзқарасыңыз және өнер шығармашылығымен қалай айналысып жатқаныңыз, спортқа да қатысқандығыңыз, барлық өзіңіздің өмір тіршілігіңіз бәрімен таныстым. Сіздей адамды енді бүгіннен бастап бір бауырым деп санауға рұқсат етіңіз. Енді Айдын бауырым, сіздей азамат біздің Қазақстанға, біздің елімізге өте қажет. Өзіңіздің жаңағы ойлы, тоғырлы, ата-ананы да сыйлай алатын, өзіңіздің әндеріңізде сондай бір өзіңіздің жайлы мінезіңізге сай екендігіне бәріне көз жетіп, барлық елдер жақсы қабылдаса екен деп тілеймін. Мен өзім сіздің шығармашылығыңызбен сіз бұл группаға келместен де бұрын таныс болатынмын. Өйткені өзім әнге құмармын. Жаңа әншілерді іздеп ютубтан болсын, телевизордан болсын, әйтеуір көруге құмармын. Әйтеуір жақсы бір ән естілсе, сол адамды іздеп тауып, соның әндерін жүктеп сөйтіп жататымын. Ал енді сіз сияқты Жетісудың да дүлдүл әншісі Бет Мұсайыптың да бір ғана ешқандай аты жөні жоқ аудио жазба студиясында айтып отырған суретін менен әнін тауып алып, соны іздестіріп, ол соншалық бір үлкен жарыстарда жаңағы дәстүрлі әншілердің, орындаушылардың ортасында 30 мың адамнан озып шыққанын, өзі солай теңіздің астынан маржан тауып алғандай тауып, сонында осылай бір жыл бұрын таныстырып едім. Міне екінші осындай таныстыруға сіз ие болдыңыз. Сондықтан әлі де сізді қошеметтеп, қол шапалақтап, барлық елде мен сияқты сізді қолпаштап, қуаттап, мақтан тұтуына тілектеспін. Сізге жақсы құрметпен, тілектермен, жақсы тілектермен Асыл Әділжан қызы деп білесіз. Жақсы бауырым, жақсылықтар бола берсін. Шығармашылық, зор шығармашылық және асқар таудай биіктерге шығуыңызға тілектеспін.